Дана, амоним дегенimiz не екенін білесің бе? Дыбысталуы бірдей, мағынасы әр түрлі сөздер амонимдер деп аталады. Мысалы, түс сөзі амоним. Себебі бұл сөздің бірнеше мағынасы бар. Түс ұйқы кезінде көрінетін елес, түс көру. Түс жоғарыдан төменге түсу мағынасындағы қимыл атауы, немесе бояу түстерін білдіреді. Ақ, сары, көк, тағы да басқалары. Жарайсың, түріп жең, күресте жең сөйлемінің ішінен қай сөз амоним болатынын тауып көрші. Жең сөзі. Дұрыс айтасың, жең сөзі амоним болады. Бұл сөз қандай мағыналарда қолданылып тұр? Түріп жең дегенде, жең киімнің иықтан қолдың білезігіне дейін жетіп тұратын бөлігін білдіреді. Ал күресте жең дегенде, жең оз, жеңіп шық мағынасында қолданылып тұр. Дұрыс. Ал тапсырмада қой, айна, табын суреті берілген екен. Осы сөздердің қайсысы амоним бола алады? Қой сөзі. Қой төрттілік атауы және қой қимыл атауы. Дұрыс.